Қыстың қамын жаз ойламаса маржан ойлар дедім да, жүгіріп шығып өріктерім бәрі құйып күшті боп сап тұр екен. Теріп алдым да, сөйтіп қызым жүр жағаласып, балам жүр жағаласып, ой жердеген жеме деп қойым, сөйтсем бұлар билеп жүр айналайын. Сөйтіп үйге қарай атып кірдік та, қой құрсын тез банк жауып тастайын деп алма, шие, өрік дайындап алдым. Сөйтіп қарасам сүтім дайын тұр екен, оны айранға үйтіп қойдым. Бәрі қарасам мына атыстар күтіп тұр ғой мені. Ойбай не істеймін дедім да, қой дедім, бір фокус пайдаланайын дедім да, пачақ дедім ғой. Сонымен қарасам наным ашып тұр ғой. Ойбай не істеймін дедім да, бір қайтарып қойдым да нанымды. Қой дедім, обалды дедім. Сонша еңбекпен аштым ғой өзім. Құрсын жауып алайын дедім да. Бірінші қоя тұр сен, тұра тұр шетке ыдыс жуып алайын дедім. Жаңағы пачақ деген ыдысымды негізі үстіп жуғам ғой. Сөйтсем пачақ болмайды екен ғой. Жуады екесің ғой өзің жуады екесің, сосын видеоға түсіреді екесің, сонда пачақ болады екен дегесін. Сөйтіп бір шығардық, ыдыс жуып нан жауып алдым артынан. Нанымды қарасаңдаршы, бұл нанды емәпсәң, бұл дүниеге кемәпсәң деген ғой. Сонымен не істеймін енді, қарасам компотым күшті болып қайнап жатыр ғой. Ойбай, бұл компотты ішкен де арманда, ішпеген де арманда дедім ғой. Сонымен ішіп көрсем тұз екен ба, бір нәрсе болып қапты дегесін ғой. Ойнап айтам. Жоқ, бәрі күшті болып тұр екен, идеально болып тұр екен. Сосын кейін артынан пицца пісіріп алғансың ғой. Қой дедім, мына қамыр обалды дедім. Пиццаны пісіріп алайын дедім. Сөзін ана бір нанды қарасам мышық па, бір түртіп кеткен бәлсем, Мұстафа деген тышқан түртіп кетіпті ғой. Ойбу дедім да, компоттар жауып тастағансың ғой. Быжық еткізіп ше. Өзім-ай пысықпын десем сенбейсіңдер ғой. Құдай-ай, кімнің қатыны деп айтатын адам да жоқ қой. Сөйтіп компоттарымды ары шайқап, бері шайқап, өз айналдырған 5-6 банкі жапқан бұл. Соны өзін әлі қой дедім. Осы компотты жауып болайын да дем алайын деген. Сөйтсем, обедті ішу керек екен ғой. Сонымен не істедім, обед дайындадым, обед түсірген жоқпын. Общем, сондай бүгінгі күн бітті. Енді кешкі тамақ істеу керек. Шамалы демалып тұрайық, жақсы давайте дегесін ба.